Өзім солтүстік өңірдің қызымын. Алматыдағы жоғары оқу орнында бірге оқыған оңтүстіктің жігітіне тұрмысқа шығатынымды айтқанымда шешем түбегейлі қарсы болды. Олар қазақылықтың лайына батырып, мәдениетті күнге айналдырады деп шошытты. Осы сөздің санама сіңгені сонша шаңырақ көтерген күннен бастап билікті қолыма алдым. Шын сүйсең Алматыда қаламыз деген алғашқы шартым еш қарсылықсыз орындалып, одан кейін де қазақтың салт дәстүрінің бірін де мойындамадым. Қайын жұртқа ас тойларда ғана барып, көп бөгелмейтінбіз. Ата-енем пәлен деп те ештеңе айтпады. Не керек, қазақпыз дегеніміз болмаса, Европаша өмір сүріп жаттық. Қыз өсті, ұл ер жетті. Ұлым оңтүстіктің қызын аламын дегенде қарсы бола қоймадым. Жас келген сайын ұл мен қыздың болашағын ойлап, іштей балаларыма инабатты, оқыған, жарын құрметтейтін, жағдайын жасайтын, қартайған шағымызда бізге де мейіріммен қарайтын келін мен күйеу баланың болғанын тілейтінмін. Өзге өңірде де жақсы жастар бар ғой, дегенмен қазақылықтың қаймағы бұзылмаған оңтүстік жақта иманды жастар көбірек болатынын іштей мойындайтынмын. Күйеу балам түркістандық, келінім қызылордалық болды. Қызымды қанша үгіттесем де күйеуі Түркістанына кетті. Көндім, шүкір, жаман емес. Ал келінім аяулымның ақылына, көргенділігіне, тәрбиелігіне қарап, іштей Аллама мың мәрте шүкіршілік етемін. Өзім қайын жұртыма салиқалы келін болмадым, болуға талпынбадым да, сонда да құдіреті күшті Тәңірім мендей ойсыздау пендесіне мейірім төгіп, кеште болса қателігімді түсінуіме мүмкіндік бергеніне тәубе етемін. Келінім түскен күннен орамал тартып сәлем салды. Сәлем салмай-ақ қой дегенімде, мама, батаңыз бен ақ тілегіңізді аяйсыз ба деп жымиды. Сосын өрескелдеу, тік айтқанына қымсынып, бата алатын ата-енем бар, мен бақытты келінмін деді. Жүрегім жылып сала берді. Күйеуге шыққаным мен келін болу бақытын сезінбеппін. Я, келін болу бақыт, келін болу жар құшып, бала сүю ғана емес, сол әулеттің шаңырағына оқ болып қадала білу бақыты. Әттеген-ай, сол бақытты түсінбегеніме қынжыламын. Өйткені жас күнімде келін болғым келмеді. Сол пейілімді түсінген қайын жұртым да маған келін деп қарамады. Бөтен болдым. Үлкенге сәлем салып қызмет қылып, бата алып көрмедім. Аяу камның әлгі сөзі маған осыны түсіндірді. Бұл менің келіннен алған алғашқы сабағым болды. Жаңа түскен келінге бірден үйрене қою қиын екен. Үйіңде бөтен бір кісі жүрген секілді. Оның әр ісіне, аяқ алысына, қимыл әрекетіне, сөзіне сынмен қарап, сырттай көп бақыладым. Байқағаным, ұлымның да, атасының да бас киімдерін кіреберістегі киім ілгіштен алып төргі бөлмеге қояды. Бірнеше рет қайталанды, себебін сұрадым. Асхат отауымның, атам әулетіміздің бас иесі ғой. Әжем үнемі атам мен әкемнің бас киімін жоғары қойып жатып, еркек пірің бас киімін жоғары қой, мерейі үстем болады. Күйеуінің мерейі үстем болуы әйелдің бақыты дейтін, деді. Ішім жылып қалды. Бұл екінші сабақ болды. Мойындаймын, әйел мен еркек тең деген қағидамен еріме ешқашан бас ие қарамаппын. Ол да оны талап еткен емес. Көйлек шалбарын өзі түктеп, тамағын жылытып, ішіп кете беретін. Бұл тұрмысымыздағы қалыпты жағдай еді. Оған мән бермейтінбіз. Өзімнің еркектің қисық қабырғасынан жаратылғанымды, жарымның алдында міндет парызымның болатынын білмей келіппін. Мұны келінімнің іс-әрекетінен ұғындым. Бірде кешкісін кіреберістегі балшық аяқ киімдерді тазартып тұрған келінге, әркімнің өз қолы бар ғой, келін болдым деп тым асыра сілтеп жіберме, деді қызым әзілдеп болса да ойындағысын айтып. Сенің де етіңіңді сүртіп қойдым. Көріп тұрмын, рахмет.
Қуанып қалғаның рас қой. Әрине, бірақ сен бұл үйдің күңі емессің ғой. Өз етігімді сүртіп тұрып, қалғандарын ысырып қоя алмадым. Бір етікті сүрттің не, екеуін сүрттің не, қиындығы жоқ. Екіншіден, балшығымен тұра берсе, су теріге сіңіп, аяқты бұлжыратады. Тазаласам, таңертеңге дейін кеуіп құп-құрғақ болады. Үшіншіден, асхатымның үнемі тап-таза, ұқыпты болып жүргенін қалаймын, деді. Мұндайға қалай елжіремейсің? Мен әркез жарым маған көңіл бөлуге тиіс, деп ойлайтынмын. Өзімді бірінші орынға қоятынмын. Мен оған не істедім емес, ол маған не істеді, дейтінмін. Жар болу, тек алу ғана емес, сыңарыңа құрмет пен сыйластықты бере де білу керек екенін ойламаппын. Келінімнің іс-әрекетінен соны түсіндім. Маған үлкен сабақ болды. Бір күні келінімнің манадан бірдеңе айтқысы кеп, кібіртіктеп жүргенін аңғарып, не болғанын сұрадым. Мама, Алла қаласа немерелі боласыздар, деді төмен қарап қысылып. Жүрегім жарылып кете жаздады. Адам бала деп өмір сүреді ғой, әйтсе де немере деген керемет екен. Аяғы ауыр болған соң көбірек демал деймін. Ол жыбыр-жыбыр тынбайды. Әжем айтатын, 2 қабатпын деп жатып алма, ішіңдегі бала ірі боп босануың қиын болады. Көп қозғал, бала ширайды, толғағың да, босануың да оңай болады дейтін, деп ананы-мынаны істеп көп қозғалады. Іші білінгенше төркініне әредік барып тұрды. Кейін онысын кілт тыйды да, әжем айтады, сен 100-ге келсең де әкең үшін сол үлбіреген балапансың. Қарныңды шермитіп келме, бұл әкең мен ағаларың сенің өсіп өнгеніңді қаламайды деген сөз емес, иба сақта дейді. Алла қаласа, босанып алған соң барамын ғой, деді. Бұл маған кезекті сабақ еді. Өз-өзімнен қатты ұялдым. Себебі, келін түскен соң артынша қыз ұзаттық. Құрсақ көтергенін естігенде, әкеңнен өзің сүйінші сұра, деп өзім айтқан едім. Қызым, ура, папа мен 2 қабатпын, дегенде, әкесі жақсы болған құтты болсын, деді сәл ыржиып. Қуанды әрине, бірақ ыңғайсыз болды. Негізі ер адамдар сәл қызғаншақ келеді ғой. Қызын тұрмысқа бергісі келмей, айтқанымда шошып түсіп, кейін күйеу баланы тосырқағаны есіме түсті. Менің қызым бала ғой, кішкентай ғой әлі, деп еді сонда. Әкем дүниеден ерте өтті. Үйде өзге ер кісі болмаған соң, еркіндеу, жайдақтау өстік. Іш киіммен жүре салу, түрегеп жүріп ас ішу, шашбыж етіп сөйлей салу үйреншікті әдет еді. Орысша оқыдық, дос жора, ортамызда сондай, орыс тілді болды. Әрі, Кеңес одағы кезінде өзге ұлттың еркін іс-әрекетін мәдениеттің шыңы деп ұқтық. Еліктедік, солардай болуды дәреже көрдік. Әкенің алдында қымсыну, етек жеңді жинап жүру, ерсі қылық жасамау, тартыну, оғаш сөйлемеу дегенді ойламай, білмей өстім. Қазір ақыл таразыма салсам, әке, бала жасауды бізде білеміз, дегендей қыздың әкеден сүйінші сұрауы, әкенің, ағаның алдында шермейіп тұруы шынында түсінген кісіге ерсілеу екен-ау. Иба деген бір ауыз сөзбен тәрбиелеген қазақтың тәлімі қандай керемет екенін түсіндім. Үлкеннің ұлағатын ұққан келініме құрметім арта түсті. Осы қуанышқа арнап дастархан жайылды. 7 шелпегін үстелге қойып жатып, келін, папа, Құран оқып жібересіз бе, деді. Біз бір-бірімізге қарадық. Не әкесі, не ұлым, не мен бір сүре білмейді екенбіз. Өзің білсең, деп едім. Білмеймін, деді келін кібіртіктеп. Келіннен ұят болды ау, дедім жатарда. Құдайдан да ұят болды, деді күйеуім. Сонымен жабулы қазан жабулы қалған. Бірер күннен кейін күйеуім дауыстап шақырған соң қонақ бөлмеге барсам, мынаны сен әкелдің бе, деді 2 бет қағазды көрсетіп. Ашсам, Фатиха, Ықлас, Фәләх,
нәс сүрелері жазылыпты. Екеуміз бір-бірімізге қарап, іштей келіннің іс екенін түсіндік. Жұбайым төс қалтасына салып жүріп, көп ұзамай жаттап алды. Тіпті өз ортамыздың молдасы атанды. Жолдастарымыз, «Молодессің ай, бізге де жаттап алу керек еді, жас келді ғой», деп ақталатынды шығарды. Мен де ниет еттім, бірақ қартайғанда сүре жаттай қою оңай емес екен. Ұмытқан жерімді жалғап, қате жерімді жөндеген келініме, «Білмеймін дегенің қайда?» дедім. «Білемін, әжем жаттатқан», деді ол. «Өткен жолы неге оқымадың?» «Папамның алдында ұялдым, әрі папам бізден ұялмасын дедім», деді. Тағы да ойланып қалдым. Солай келінімнің ісі тек енеге ғана емес, атасына да сабақ болды. «Мама, біздің үйге неге ешкім келмейді?» деді аяулым бір күні. Сасып қалдым. «Оңтүстікке келін болам дегенде, марқұм анам, оларға өзіңді басындырма, бір күні орамал тартып, дамбал киіп кеп жүрме» деген. Сол сөздің әсерімен алғашқы күннен өзімді қайын жұрттан алшақ ұстадым. Тік бақайлау болдым. Ағайын туысты жолатпадым. Онымды жеңісім деп санадым. Бір-бірімізді жек көрмесек те, аса араласпадық, іздемедік. Бір Алматыда үлкен қайнағамның ұлы мен келіні, студент қызы, екі қайын сіңілім отбасыларымен тұрады. Шақырсақ келеді, шақырмасақ жоқ. Біз де солай. Ал менің төркінімде 3 қызбыз. Үлкеніміз Ресейде оқып, украин жігітіне тұрмысқа шығып, Томскіде тұрады. Сіңілім отбасымен Павлодарда. Өз бауырларыммен араласуым кем болған соң, күйеуімнің туыстарын керек етпедім, алыстан сыйластым. «Мама, ертеңгі туған күніңізге Асхат екеуміз ойласып, осындағы тәтелерді шақырдық», деді аяулым. Менің құптай қоймағанымды жанарымнан ұғып, «Осылай бір есік боп отыра береміз бе? Ренжімеңізші, әжем айтатын, қазаны қайнағанның берекесі тасиды, қазаны тақырдың ақыры тақыр, онсыз да мерекелік дастархан жаямыз ғой», деді. Ішкі ойымды білдірмей, «Дастархандарың жөнді болса», дей беріп едім. «Саспаңыз, мама, кешке дейін үлгеремін», деді қуанып. Қонақтар түгел келді. Ән шырқалды, жақсы сөз, қызық әңгіме, ізгі тілектер айтылды. Отағасымның да жүзі жайнап, ұлымның да реңі кіріп, тіпті тәтелерінің балаларын алдын алып өбектеп қалыпты. Келін болса құстай ұшып жүр. Байқаймын, бәрінің көңілі де, назары да аяукамда. Сыр білдіргім келмейді, дегенмен үйіме нұр кіргендей болды. Қонақтар қайтар сәтте, мынау үйдегі үлкен кісінің сыбағасы деп біреуіне, «Жездем жұмыста боп келе алмады ғой, мынау сол кісіге» деп екіншісіне, «Мынау балалардың тәтті пәттісі» деп үшіншісіне пакет ұстатты. Босаған ыдыстарды жуып жатқан келінді сынамақ боп, «Менің рұқсатымсыз дастархандағылардың бәрін салып бердің ғой», дедім. Кірпігі жыпылық-жыпылық етіп тосылып қалды. «Қайдан білейін, қуанғаннан, рұқсат сұрауым керек еді, кешіріңізші». «Ойнап айтам балам, бергенің дұрыс болды, олар да қуанып қалды», дедім арқасынан қағып. «Мұны да әжеңнен үйрендің бе?» «Иә». «Айтпақшы, онысымен қоймай, мана дастархан басында, тәтелер, ағалар, біз туыс болсақ та, неге араласпаймыз? Араласу үшін бір сылтау болуы міндет емес қой. Келіп тұрыңыздаршы, есігіміз де, жүрегіміз де ашық», деп жымиды да, тағы да бас қосуымыз үшін мен ойын ойлап таптым. «Қолымдағы жеребеден аламыз. Кімге қай кісінің есімі түссе, сол кісіге айтпай сыйлық даярлайсыздар». Отырғандар сөзге келмей келіскендей болды. «Мен қарсымын. Мысалы, мен 10 мыңға сыйлық аламын, ал екінші адам маған 500 теңгеге ғана сыйлық берсе ше, мен ойыннан шығамын», деді бүйректен сирақ шығарғыш қызым. «Онда бикешім ренжімесін деп, сыйлықтың ақшасын келісіп алайық», деді ойынды да бұзғысы келмеген, әрі қызымның да көңілін тапқан келінім. «Ал сыйлықты даярладық дедік. Оны қашан, қай жерде береміз?» деді үлкен қайын сіңілім.
Қай жердесін несі? Әрине үлкен үйде, біздікінде, деді келін. Жоқ, олай болмайды. Келесі дастархан біздікінде болсын. Әрі Аяука келініме есік-төр көрсетіп, тәтті шай берейін. Аяукаға рахмет, ақылыңнан сол, пейіліңнен сол жаным, деп айналып толғанды. Бұл менің келінімнен алған келесі сабағым болды. Шынында 60 жасқа дейін қалталыны апа деп, дәрежеліні жезде деп, ағайын туысты алшақтатып алыппын. Оның үстіне қайын жұртты басыма шығармаймын деген жас кездегі түсінікпен бауырды бауырлауды, туысты тартуды, жақынға жылылық көрсетуді білмеппін. Жүрегімді қатайтып алыппын-ау. Жастайынан көргендері сол болған соң балалар да ешкімді іздемеді. Түнімен төсегімде дөңбекшідім. Ұйқым қашты. Түрлі ой маза бермеді. Еске алып қарасам, қайын жұртымның маған титтей де тырнағы батпапты. Жамандығы болмапты. Беташар жасап, жастар тойын өткізген соң томағасын сыпырған құстай еркіндікке қоя беріпті. Бердің, бермедің, келдің, келмедің, не істеп жатырсың деп есеп алған ешқайсысы жоқ. Қазір ойласам, ісіме сай олар да мені керек етпепті ғой. Мен оларды жеңдім десем, жеңіліппін-ау. Ағайынға керексіз болғаннан сорақы не бар, соны мен түсінбеппін. Сондағы менің ұққаным, күйеуімнің де, балаларымның да, қайын жұртымның да бір-бірімен араласқысы бар. Өзім тасбауыр болған соң, балаларды да солай тәрбиелеп келіппін. Әуелден суық қабақ танытып, араласар есікке құлып салып, жауып тастаппын. Бұл тағы да маған үлкен сабақ болды. Келесі жолы қайын сіңілімнің үйіне жиналып жатып, келінім артымнан келген бренд әдемі жемпірімді тәтеме деп, жездеге ыңғайлы ештеңе болмағасын ақшалай берейік деп шештік Асхат екеуміз, деді. Мұның не керегі бар? Мен қымбат конфет қорабын алып қойғанмын. Оның үстіне ойынға алған сыйлығым да 10 мыңға түсті. Мама, бірінші рет бара жатырмын. Ілу апаруым керек. Бұл дәстүр. Ой, қойшы сол дәстүр-мәстүріңді. Солар біледі дейсің бе? Неге білмесін? Білген соң жаңа түскен келінге есік-төр көрсету рәсімін жасап, дастархан жайып жатыр ғой. Дастарханды саған емес, ойынға. Неге олай дейсіз? Өткенде әдейілеп айтты емес пе? Не знаю, қымбат киім, тағы ақша, тым көптеу емес пе? Әжем айтатын, жақыныңа ат пен атан берсең де жарасады деп. Біздің жақындарымыз солар ғой. Ине өткен жерден жіп те өтеді. Қайын сіңілім келініме жіңішкелеу болса да алтын жүзік, ұлыма арзан қолдау болса да костюм шалбар кигізді. Кетерде пакетке тәтті мен ет салып беріп жатып, таңертең мына тәттілермен ата-енеңе шай берерсің, деді жадырап күліп. Бұл үйдегі бас қосу да тамаша өтті. Әңгіме дүкен өрбіп, әзіл қалжың айтылды. Отағасым күйеу баласымен емен жарқын сөйлесіп, ұлым әпкелеріне еркелей әңгіме айтып қояды. Келінім өз үйіндегідей жүгіріп, дастарханға көмектесіп тынар емес. Келін балама көрсетіліп жатқан қошеметті сырттай көріп, марқайып отырдым. Балаларымның тұлға болып қалыптасу үшін де, адами өмір сүру үшін де туыс бауырдың керек екенін ұғынғандаймын. Аузыңмен құс тістеген керемет жан болсаң да, ағайынсыз адам ешкім емес екенін түсіндім. Ертеңіне шәй үстінде келінім кешегі алтын сақинасын қызыма ұсынып, мынау менен сарқыт болсын, саған да менің жолымды берсін, жақсы жар тап, жақсы әулетке келін бол деді. Бұл кез қызымның тұрмыс құрмаған кез еді. Ты что, зачем деп шошып түстім. Сыйлықты екінші кісіге сыйлауға болмайды деген қағида бар, деді қызым орысшалап. Ол өзге ұлтта бар шығар, қазақтың өз жөн жоралғысы бар. Ал беріп тұрғанда деп жымиды. Мұндайды күтпеген қызым не істеймін дегендей біресе маған, біресе әкесіне қарады. Жоқ, алмаймын, рахмет, өзің рахатыңа тақ. Ертең тәтем, мен берген сақинаны неге тақпайсың деп жүрер.
ренжітіп аларсың. Негізі мен саған алтын салғым кеп жүрген. Маған ба? Не үшін? Не үшін? За твою доброту, за то, что осындай алтын жеңге болғаның үшін, деді қызым ойын жинақтай алмай, біресе орысша, біресе қазақша сөйлеп. Бұл оқиға санамды түбегейлі өзгерткендей. Осы кезге дейін алтынды сыйға беріп те, алып та көрдім. Оның көбі Шынтуайтқа келгенде бақа есепке құрылатын, ал келінімнің іс-әрекетінен шынайылықты, көргенділікті көрдім. Сыйлықтың орнын тауып, орайын келтіріп, шын пейілмен ұсынып, екінші адамға қуаныш сыйлаудың маңызын ұқтым. Сол шынайы пейіл адам мен адамды табыстыратынын, жүрек пен жүректі жақындастыратынын сездім. Көңілден асқан ештеңе де жоқ. Ал алтының да, байлығың да сол көңіл жарастығын табу жолындағы құрал ғана. Сөз демекші, бірде супермаркетте жүргенбіз. Келінім танымайтын біреулермен сөйлесіп жатқан соң жандарына жақындадым. Шетелдік ерлі зайыптыларға әлденені түсіндіріп жатыр. Сыртқа шыққан соң, ағылшынша тым тауыр сөйлейді екенсің ғой, дедім шын таң қалып. Ой, онша емес. Студент кезімде ағылшын тілін үйрететін ақылы курста 3 жыл оқығанмын. Мектепті қазақша бітірдің бе? Жоқ, орысша. Менің балаларым сияқты шүлдірлемей, қазақшаны таза сөйлейсің ғой, дегім кеп, бірақ тілімді тістеп қалдым. Онымды оқып қойғандай. Біздің Қызылордада орыс пен кәрісіңнің өзі қазақша жақсы сөйлейді. Ауылдық жерлерде тіпті мақалдатады, деді. Үйде қазақша сөйледік дегенімізбен орысшамыз басым еді. Қызымды да, ұлымды да ақылы оқытатын ағылшын курсына бердім. Заман талабына сай болсын дедім. Орыс тілін онсыз да таза сөйлейді. Қазақша білудің қажеттілігі шамалы деген жаман пиғылым болған емес. Тек қазақ тілін жетік игеруі, таза сөйлеуі керек. Өз тіліне шорқақтық, сын, ұят деген ой миыма келмепті. Ал менің жап-жас келінім мектепті орысша бітіріп, ағылшыншаны тым тәуір игерсе де, оларды қажетті жағдайда ғана қолданып, тек ана тілінде сөйлейді. Сондықтан болар ана тілінен сусындаған болмыс бітімі ұлттық құндылықтарды тез ұғып, тез түсініп, тез қабылдап, тез таниды. Келінімді мейірлене құшақтап, жарайсың жаным, дедім арқасынан қағып. Құдалық той жиында үлкен құдағиды, аяукамның әжесін көргенде ұната қоймадым. Әжім, тамыры білеуленген, қисық-қисық саусақтарымен әппақ самай шашын жаулығының астына қанша тыққыштаса да жөнге көнбей қобырап, әне бір қоңқа мұрны жіңішке еріндерін көлегейлеп, жанына келіп әжелеген немерелерінің қай-қайсында ой құлдығың болайын деп құшақтап, былш-былш сүйгенде іштей тіксіндім. Ал қазір келінімді жақсы көрген сайын оның бойына керемет тәрбиенің ұрығын сепкен сол ұсқынсыздау қоңқа мұрын үлкен құдағиды да жақсы көре бастағандаймын. Міне, солай замандастарым, мен осылайша үндемей ғана келінімнен сабақ алып жүрмін.